Көктем шыға сала көшеде қызғалдақ сатқандар мен сыйлық іздегендердің қызу дайындығы басталады. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Ал сіз халықаралық ерлер күні бар екенін білесіз бе? Жайғасып отырыңыз, бүгін мерекелердің тарихын айтамыз. 7 мамыр не 23 ақпан біздің санамызда. Ер адамдарды құттықтау керек, олардың мерекесі деп қалыптасып қалған. Бірақ шын мәнісінде бұл күн отан қорғаушылар күні ғой. Неге халықаралық әйелдер күні бар да біздікі жоқ дейтін азаматтарға жаңалық. 19 қараша халықаралық ерлер күні ретінде тойланады. Бұл бүкіл әлемде болмаса да ондаған мемлекеттерде тойланатын мереке екен. Қазақстанға осындай мереке енгізу керек пе? Қалай ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз. Қазір біз 8 наурызды гүлдермен, торттармен, жаным бақытты бол деген құттықтаулармен елестетеміз. Бірақ бастапқыда бұл әдемі кеш емес, нағыз көшедегі шайқас болғанын естігенсіз бе? Тарих беттерін сәл артқа айналдырайық. 1857 жылы Нью-Йорктегі тоқыма фабрикасының қыздары 16 сағат жұмыс істеп, ерлерден аз жалақы алу деген әділетсіздікке шыдамай, қолдарына бос қазандарды алып көшеге шыққан. Олар гүл күткен жоқ, олар өз құқықтарын талап етті. Ондағы талап әйел мен ердің жұмыс күніне қарай тең дәрежеде жұмыс істеп жалақы алу еді. Кейіннен Клара Цеткин есімді әйел осы күнді халықаралық әйелдер күні деп бекітті. Яғни бұл күн нәзіктіктің ғана емес, ерік жігердің күні. Әлемде осыған байланысты өте қызық статистика қалыптасқан. Әйел адам жылына ерлерден 39 күн артық жұмыс істейді екен. Бұл дегеніміз әйелдер жылына 1 айдан астам уақытын тек жұмысқа арнайды. Бірақ ол үшін ешкім айлық төлемейді. Түсіндіріп берейік. Әйелдер 2 ауысымда жұмыс істейді. Таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін кеңседегі, мектептегі жалпы жұмыс болса, ал содан соң үй жинау, тамақ пісіру, баланың сабағын қарау, ертеңгі киімді үтіктеу сынды жұмыстар бар. Ана, келін, сүйікті жар, жалпы қыз баласы үйде аспаз, бала күтушісі, үй тазалаушы, психолог, бірнеше маманның қызметін 2 иығына артып жүр. Келісесіз бе? Туф, мына көршілерде шулап мазаны алды ғой. 8 наурыз нәзіктік мерекесі. Бізге міндетті түрде гүл, қымбат сыйлық, парфюм, тәтті сыйласын деп жатамыз. Бірақ дәл осы күні сыйлықтан бұрын жылы сөз естіп, 8 наурызымен деген тілекті естімейтін әйелдер қауымы қаншама. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше, әлемде күн сайын жүздеген әйел өз жақындарының қолынан зардап шегеді, зорлық зомбылық көріп жатады. Бұл Қазақстанда да белең алған қауіпті үрдіс. Кейбір еркектер 8 наурызда гүл сыйлап, ертесіне немесе сол күннің кешінде ақ қол көтеріп, ұрып соғып, дауыс көтеріп жатады. Гүлге толы құшақпен көз жасы қатар жүретін бұл өмір біздің қоғамның үлкен дерті. Бұл күні әйелге гүл сыйла дегеннен бұрын әйелді сыйла деген ұран маңыздырақ сияқты. 8 наурыз маркетингтің шын екені жасырын емес. Гүл дүкендерінде 5000 теңгенің гүлі 15000 теңгеге дейін қымбаттайды. Ал арзан гүл іздесеңіз, OLX-та әйгілі гүл шоқтарын арзанға сататындар да бар. Дегенмен, сайтта гүл сатқыш өзіміз қыздар болып тұрғанымыз. Оның жолы мынандай: гүлмен жақсылап суретке түсеміз, оны желідегі парақшамызға жүктейміз де, артынша гүлді сайтта сата беруге болады. Ал енді осы тұста мынадай сұрақ туындайды: гүл сыйлау құрмет пе, әлде жыл сайынғы міндет пе? Құрметті нәзік жандылар, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Арнаға тіркеліп, көршінің қызын жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.